Қажет товарыңызды іздеген кезде сапалы және де тез табу үшін біз фильтрді қолданатын боламыз. Керек затымызды поисковикке жазамыз. Мысалы, мен етік деп қытайша жазып едім. Мына балалар киімін бас жеріппін. Қайтадан үлкендердікін жазып, үлкендердікін басқасын таңдаймын мына қатарды. Сосын міне шығарып берді қаншама магазиндерді. Енді бұлардың ішінен мен сапалысын және жылдам табу үшін біріншісі отзывтар, жоғарғысы отзывы аздар, төмендегісі отзывы көптер. Мен отзывы көптерді таңдаймын. Осылайда осы жерден де таңдасақ болады. Болмаса келесісіне өтсек, келесі екіншісіне өтетін болсақ, ол жерде сатылымы жоғары аяқ киімдерді шығарып береді. Осылайда осы жерден де қарап ұнаған таңдауыңызға болады. Үшіншісі бағасы. Жоғары жағы бағасы ең төмен затта етіктерді шығарады. Астыңғысы бағасы жоғарғы аяқ киімдерді шығарып беретін болады. Осылайда таңдасаңыз болады. Сосын келесісі біздің бренд заттарымыз. Мысалға, мен алдында қарап кеткен Plover, Mano деген брендтер міне шыға келді. Осы жерде сіз қараған брендтеріңіз тұрады. Осылайда тез, жылдам әрі тауып аласыз. Өйстіп таңдасаңыз, міне Plover'ның аяқ киімдерін шығарып берді. Міне Manoның аяқ киімдерін шығарып берді. Келесі жолы айтам, қандай аяқ киімдерін жақсы нелерін. Келесі міне фильтр. Бұл жерде размерін таңдасаңыз болады, скриншот жасап, не жазылып тұрғанын білуіңізге болады.